Мен күйеуімді ЗАГСқа өзім апардым дегенсіз. Ол негізі батылдық па, жоқ, жастық екен. Қатты күйеуге тегім келген болар дейді. Дұрыс қой, жалпы менің түсінігімде мынау жастар қосылып жатады ғой. Жігіттер ойлайды да, ой, мен таңдаған келіншегім деп. Менің ойымша үйленуге алып баратын әрдайым әйелдер. Өйткені әйелдер осы жігіт менің өмірлік серігім болады деген сенім болған кезде әйелдер өздері қатты жұмыс жасайды сол жігітке күйеуге шығу үшін. Мысалы қыз қарамай қойса, қойшы мен саған тимеймін десе, жігіт бір барады, екі барады, қойшы әлде қандай болмай, сенен басқа қыз жоқ дейсің бе деп кетіп қала салады да. Бұл жерде таңдау әрдайым әйелден болады деп мен өзім ойлаймын. Сол сияқты менің де таңдауым менің жолдасым болды. Және де ер азаматтар әрдайым кішкене сенімсіздеу болады ғой. Жалпы ер азаматтар үйленуге кейбіреулер қорқатын да сияқты ше. Тем более мен сияқты әйелден өзім. Бұл бір жерден батырлық деп ойлаймын.